Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен жаз айларымен танысатын боламыз. Өткен сабақта біз көктем айларымен танысқан болатынбыз. Қане есімізге түсіріп көрейік. Көктем айларына наурыз, сәуір, мамыр айлары жатады екен. Қайталап өтеміз. Наурыз, сәуір, мамыр айлары. Енді тілдік жаттығуды жасап, менің артынан қайтала. Аз, жайдары жаз. Үн, ыстық күн. Ға, шомыламыз суға. Яқ, жүреміз жалаң аяқ. Йын, болады көп ойын. Енді жаз айлары туралы, жаз мезгілі туралы мәтінді тыңдап көр, мұқият бол, есіңе сақтап ал, жақсы ма? Жаз жылдың 4 мезгілінің бірі. Жаз 4 мезгілдің ішіндегі ең ыстық әрі ең көңілді мезгіл. Өйткені оқушылардың барлығы жазғы демалысқа шығып, күні бойы серуендеп, ойын ойнайды. Жаз айларында, әсіресе шілде айында шомылуға немесе табиғатқа шығу өте керемет. Енді жаз айларына қандай айлар жатады екен? Көрейік. Маусым, шілде, тамыз бұл жаз айлары. Тағы да қайталайық. Маусым, шілде, тамыз бұл жаз айлары. Енді тапсырмаға назар аудар. Жаңағы мен оқыған мәтінді мұқият қайталап тыңдайсың. Содан кейін мазмұнын айтып көресің. Жаз айларын қайталап айт, жаттап ал. Дәптеріңе жаз айларын көшіріп жаз. Жаз мезгілінің суретін салып көр. Келесі сабақта біз сенімен күз айларымен танысатын боламыз. Келесі кездескенше сау бол, Әли.